Жекпе-жек нәтижесі дәл осылай аяқталады деп ойлаған жоқпын. Кейшн Дэвис шын мәнінде қаншалықты IQ жоғары боксшы екенін бұл салмақта айтарлықтай бәсекелестік көрсете алатынын өзінің ісімен дәлелдеді. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. 61 келі 200 грамм салмақ дәрежесінде жаңа чемпион, нақтырақ WBO тұжырымы бойынша. ақш-тың Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden театрында өткен топ-ранктың кезекті ауқымды кәсіпқой бокс кешінің басты жекпе-жегін өз қолдарына алған WBO чемпионы Денис Беринчик пен Кейшн Дэвис арасындағы кездесу. Бұл жекпе-жекке қатысты ақпан айының басында осы айдың ең үздік 5 жекпе-жегі топтамасында дәл осы кездесуге қатысты өзімнің нақты ойымды білдірген болатынмын. Бірақ бұндай қысымы жоғары боксшыларды Дэвистің қалай нокаутқа сүргенін талай көрді. Менің ойымша 12 раундқа жоспарланған жекпе-жек төрешілер шешіміне мәжбүр болмайды. Жекпе-жек уақытынан бұрын техникалық нокаутпен Дэвистің пайдасына шешілетін секілді. Дәл айтқанымыздай болды. Дегенмен, бұл салмақта әлемнің өте мықты боксшылары жиналған салмақ. Осы салмақта WBO-ның чемпионы атанып отқан украиналық Денис Беринчиктен Кейшн Дэвистің алдында соншалықты қауқарсыз болады деп ойламаппын. Алғашқы раундта Денис Беринчик тарапынан қозғалысы көп болды. Соққылар жұмсауы аз болмады. Біздің тілмен жалпақша айтқанда, саны бар, сапасы жоқ соққылар. Ал екінші раундта Дэвис бірнеше мәрте қарсыласының ішіне бағыттаған соққылары өтімді болып көрінді. Үшінші раундта бір мәрте қарсыласын нокдаунға сүрген Дэвис одан әрі күш алды. Өзінің бұрышына, яғни командаластарына келіп, Беринчиктен бұндай күтпегенін, оның соншалықты әлсіз боксшы екенін айтып, келе-келегені де бар. Мен чемпиондық жекпе-жекте мықты қарсылас күттім деп, өзінің командаластарымен өзара пікір алмасты. Жақын ара қашықтықты таңдаған Дэвис өзінің жоспарын толықтай, яғни 100%-ға орындады. Ол Денисті бауырдан орындаған соққысына дәл түсіре отыра қарсыласын нокаутқа сүрді. Денистің жекпе-жекті жалғастырғысы келмейтіні соққы жібергеннен бастап бірден білінді. Негізі Денис жалпы өзінің мансабында жауынгер боксшы ретінде жанкүйерлердің есінде қалған боксшы. Бұл жекпе-жегіне қарап, біраз жанкүйерлері Дениске ренжіді деп ойлаймын. Осылайша өзінің небәрі 14-ші кездесуінде Кейшн Дэвис әлем чемпионы атанып, даңқты боксшы Оскар де ла Хойяның рекордын қайталады. Бірақ бұл салмақта өзінің 12-ші кездесуінде әлем чемпионы атанған Денистің отандасы Василий Ломаченко. Бұл салмақ дәрежесіне Кейшн Дэвисте қалың аудиторияны тарту мүмкіндігі бар боксшы Шакур Стивенсон, Джервонта Дэвис, Кейшн Дэвис, яғни аталған 3 америкалық боксшының өзі алдағы 1-2 жылда бұл салмақты шулататын болады. Кештің басты кездесуінің алдында Ксандер Зайес пен неміс боксшысы Слава Шпомер арасындағы кездесу 10 раундқа жоспарланған болатын. 69 келі 900 грамм салмақ дәрежесінде өткен кездесуде қос боксшылар жеңіліс дәмін татпаған боксшылар ретінде шаршалаңға көтерілді. Екеуі де 20 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен. 9-шы раундта Зайес қарсыласын бір мәрте бауырдан орындаған соққысына ұстады. Артынша шаршалаңдағы рефери Шпомердің жеңіске деген ешқандай мүмкіндігі жоқ екенін байқағаннан кейін жекпе-жек барысына араласып кездесу аяқталды. Осылайша Зайес 9-шы раундта техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Мінекей, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, өткен жекпе-жекке байланысты өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және осы салмаққа байланысты сіздің пайымыңыз бойынша алдағы уақытта қандай қызықты жекпе-жектер өтеді. Жеңіс сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.